Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі нан салманың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және де маған тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картоп, сәбіз, пияз, бұрыш етімізді дайындап аламыз. Қызып тұрған табамызға майды құйып етті жақсылап қуырып аламыз. Етімізді қуырып болғаннан кейін пиязымызды және де жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін бұрыштарымызды, сарымсақ, сәбіздерімізді қосып араластырамыз. Және де мен осында 2 ас қасық помидор сығындысын қосамын. Одан кейін картопымызды салып, жақсылап араластырып, 1 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз себеміз, бұрыш сепсеңіздер болады. Одан кейін мен подливаға капуста қостым. Сіздер капуста қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып болғаннан кейін үстіне 3 бокал су құйдым. Осылай батып тұру керек подливамыз. Суы қайнап, кейінірек тартылатын болады. Енді қамырын жасаймыз. Қамырына 1 пиала су, одан кейін 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз. Барлығын жақсылап араластырып, електен ұнын өткізіп, қамыр илейміз. Қамырымыз не жұмсақ, не қатты болмау керек, орташа болу керек. Одан кейін қамырымызды пленкаға салып, орап 10 минутқа қойып қоямыз, июі қанғанша. Подливамыз әдемі қайнап жатыр екен. Енді осыны бір қозғап қойып, қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды тура мантыға жайғандай етіп, жайып аламыз, чұқа етіп. Одан кейін жақсылап арасына ұнды сеуіп, оқтауымызға бос етіп ораймыз. Одан кейін қамырымызды оқтаудан осылай босатып, шешіп аламыз. Қамырымызды кесіп шығамыз, жуандау етіп. Одан кейін қамырлардың барлығын осылай ашып шығамыз, бір-біріне жабыспас үшін. Қайнап тұрған суға 1 шай қасық тұз салып, жаңағы қамырларымызды салып, пісіріп аламыз. Бетін жауып қоямыз, қайнағанша 5-10 минутта піседі. Қайнағаннан кейін, қамырымыз піскеннен кейін 1 кружка салқын су құйып, қамырымызды ыдысымызға сүзіп аламыз. Осылай жабыспай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Подливамызды қамырымыздың бетіне құйып, арасына құйып араластырып жібереміз кішкене, қамырымыз жабыспас үшін. Осылай қозғап жібереміз.
өте дәмді шығады. Достар, сіздерге осы тамақты жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып қойыңыздар, және де өздеріңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.